Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Міне біздің құлпынайымыздың қазіргі жағдайы. Қазір кішкене ауырып, мына астында кішкене байқасаңыздар, жапырақтары кішкене витамин жетпей, біраз қурап жатыр. Алдында кішкене ауырды, оның да кесірі болып жатыр кішкене. Бірақ енді жалпы жағдайы жақсы, Аллаға шүкір. Алдыңғы ең басында еккен кезде, сол кездегі бейнероликтерде көрсеткен болатын қандай екен, және де ол кезде гүлдерін жұлған тұғым. Сол кезде біраз адамдар сұрап, неге сен гүлін жұлып атсың, неге жемісін алмайсың деген сияқты айтты. Мен ол кезде түсіндіріп айттым, бірақ көп адам дұрыс түсінбей қалған секілді. Неге жұлды десеңіздер, әлі сондай сұрақ болып жатса, сіздерде гүлін не үшін жұлдың десеңіздер, мен ерте көктемде еккенмін. Негізі құлпынайды ерте көктемде екпеу керек екен. Ерте көктемде екпейді, август айында егіледі екен. Мен оны білмегем, сондықтан тәжірибе болды ол бізге. Құдай қаласа, сіздерге де тәжірибе болды деп ойлаймын. Осы бейнероликтерді көрген болсаңыздар, ерте көктемде еккеннен кейін менде мына құлпынайларым кішкентай болып тұрды. Мына қазір енді мұрт шығарып жатыр. Міне мұрт дейді, осик дейді, әркім әртүрлі айтады. Міне мына үлкендерін көрсетейін. Міне дәл осындай болып, міне осындай қылып еккен томыз. Өзім сатып алғам. Міне осындай алып, кассетамен, 50-лік кассетамен әкеп еккенімді көрсеткен осы жерде. Егіп атқанында осындай қылып еккен том. Содан менде шығып, өсіп, мынау жетіліп, мына жерден тамыр шығады. Осы жетіліп үлкен мынадай құлпынай болғанша мен гүлдерін алып тастап отырдым. Неге десеңіздер, мынандай құлпынай қандай өнім беруі мүмкін, мысалға. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Мынандай кішкентай құлпынай, енді өсіп келе жатқан құлпынай қандай өнім беруі мүмкін? Ал мынадай үлкен құлпынай қандай өнім беруі мүмкін? Екеуінің өнімділігін ойлап салыстырып көріңіздер. Осындай кішкентай құлпынай болғаннан кейін мен екпейтін уақытта екіп қойғам көктемде. Содан кейін мен бұның барлық гүлдерін алып тастап отырдым. Мен бұны өсірдім, былайша айтқан кезде. Үлкен қылып, мынадай қылып өсірдім. Міне мына жақта да қазір биіктіктері 20 сантиметрден жоғары, 30, әр жер әртүрлі. Міне енді осындай мұрттарынан өзім көбейтем деп ниет қылып отырмын. Қазір дайындалып жатырмыз. Қалай көбейту керек, барлығын алдағы уақытта көрсететін болам, Құдай қаласа. Мынаны қалай дұрыс кесіп алу керек, және де қалай отырғызу керек, оған қандай күтім керек, бұны отырғызбай жатып қандай дәрілер шашу керек, оның барлығын айтатын болам. Дәл қазір біз ол дәрілерді шаштық. Келесі тағы бір бейнероликте көрсететін болам. Ол дәрілерді аттарын айтып, Құдай қаласа, енді сіздерден ештеңені жасырмаймын. Көресіздер, үйренесіздер, Құдай қаласа, менің де өзім тәжірибе қылып жасап жатырмын. Менің жіберген қателігімді сіздер жібермесіздер. Құдай қаласа, мынаның барлығы мұрттар шығарып жатқан. Бұның мынау түрлері сәл сарғыш болып тұрғаны, витамин аздық қып тұрғаны, оның да бір несі, бұл жерде минус дейміз ба, енді қалай айтсақ болады. Мынау өзі құлпынай өзіне күш алады, мына жерден, мысалға тамырдан күш алады. Мына жақтан бочканың ішіне сумен араластырып не берем, жаңағы тыңайтқыштарды берем. Сол кезде осы жерден бұл тамақтанады да, өзі тамақтанып қоймай, міне қараңыздар қанша мұрт шығарып тастаған. Міне мына жерде 4-еу, 5-еу, мына жақта тағы да 6-ау. Бұл өзі мына жаққа келген. Мына жерге мен кішкене батырып қойғам. Мына жерде құлпынай шықпай қалған. Міне өзі шығып жатыр. Осылай көбейтсе де болады. Және де мына жақта мынау басқа мұрт. Міне мынау 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу тұр. Мына жақта 6-ау тұр. Так,
11. Мысалға қараңыздар, міне бір құлпынайдың түбінен 11 жерден мұрт шығарып, өзі бір құлпынай 11 түп құлпынай қасына қосып беріп жатыр. Енді бұл Алланың құдіреті. Енді соған байланысты мынау мысалға бір ананы 11 бала сүтін ішсе қандай болады? Тура сол секілді бұл да қазір кішкене жапырақтары қураңқырап, мына жерде біраз жапырақтар қурап кетті, алып тастадым. Енді сондай бір кішкене жағдайы сәл нашарлау болып тұр, енді тамағы сәл дұрыс болмай тұр. Құдай қаласа бүгін ертең жақсылап тамақ беретін боламыз. Бұларға сұйық биогумус беретін болам. Құдай қаласа. Міне қазір бочкамызға су құйып қойдық. Сол кішкене жылып, ертең күндіз жылып, шамалы жылынғаннан кейін осы жерге беретін болам. Міне қазіргі жағдай осындай. Ана ар жақта қызанағымыз міне осындай болып өсіп тұр. Енді бір мақтанып көрсететіндей бір ондай болып тұрған жоқ, бірақ сонда да бұл бір кішігірім тәжірибе ретінде жүріп жатыр. Құдай қаласа. Міне мына жерде мына бір жапырақтарды қорап жатыр. Алдында кішкене зиянкестерге біраз химикаттар шашқан болатынбыз. Жаңағыдай тілә дейді, басқа дейді, сондай бір аурулар бар. Сондай біраз ауруларға дәрі шаштық. Оны ексеңіздер, алдағы уақытта сұрай жатарсыздар. Оны екпегеннен кейін қазір оны көбісін түсінбейсіздер. Ексеңіздер, ары қарай өздеріңіз сұрайсыздар, өздеріңіз барып агромагазиндерден көресіздер, әкеп шашып көресіздер. Былайша айтқан кезде жасап көру керек қой. Өзіңіз көріп, шашып, нәтижесін көріп сол дәрілердің, одан кейін табиғи тыңайтқыштарды беріп, суарып, осындай қылып өсіріп көрмегеннен кейін оны бәрібір сезіне алмайсыздар. Сол үшін егіңіздер, көріңіздер, ештеңеден қорықпаңыздар. Аз жер болса да тәжірибе жасап, жақсылап көріңіздер. Құдай қаласа енді тағы да мына мұрттарынан көбейткенімді Құдай қаласа көрсететін болам алдағы уақыттарда. Мынадай кішкене қисық мұрттар бар. Бұл жерде енді тағы да бір айта кететін нәрсе, мына жерде өзі мұрттардың да біріншісі, екіншісі деген болады, үшіншісі деген болады. Соның қайсысы мұрттарын алу керек, қайсысы мұрттарын алмау керек, оны да айтатын болам. Ол жерде де жаңағы қыз, еркек деп жатады. Сондай жақтары бар. Оны да Құдай қаласа алдағы уақытта айтатын болам. Қазіргі таңда көп адам оны айтпайды, ол жақтарын түсіндірмейді. Кейбір кісілер айтқысы келмейді. Өздерінің бизнестерін, көшет өндіріп сатып атқан бизнесімізге тағы да конкуренция көбейіп кетеді дей ма, енді білмеймін, енді әркім әртүрлі ойлайтын шығар. Бірақ бұл нәрсені жасайтын адам өзі жасайды, оны бәрібір. Істегісі келген адам істеп, оны ақырына дейін жеткізіп, түсінетін жерлерін, үйренгісі келген жерін қалай да үйреніп алады. Құдай қаласа, алдағы уақытта көшеттердің барлығын қалай шығаратынымызды, қалай шығару керек, қалай дұрыс шығару керек, барлығын жақсы біраз жыл, 4-5 жыл жаңағыдай тәжірибесі бар кісілермен ақылдаса отырып шығаратын боламыз, Құдай қаласа. Және де сол жасап жатқан тәжірибелерімді, қалай көшет өндіріп жатқанымды, қандай қателіктер жібердім, қандай қателіктер болуы мүмкін деген сияқты барлығын сіздермен бөлісетін болам, Құдай қаласа. Міне мына жақта павловния талдарымыз міне өсіп жатыр. Бұл да бір су берген сайын кәдімгідей өскенін байқатады екен. Міне менің қолымнан да деу. Екі жарым. Міне осылай өсіп жатыр бұларда. Аллаға шүкір. Міне тәжірибе ретінде әйтеуір кішігірім егіп қойып жатырмыз өздеріңізге көрсетуге. Міне мына жақта мұрттары көп. Бұлардың да барлық мұртын ала бергенде болмайды екен. Міне жалпы мына жерде
қазір айтайын. Мынау бірінші мұрты. Мына жерден екінші мұрты шығады. Осы екі мұртты алсаңыздар жақсы болады. Үшінші мұртты енді алудың қажеті жоқ. Енді бір кісілер айтады, барлығын ала бер дейді. Бірақ үшінші, төртінші мұрттардан кішкене өнім аздау болады. Енді өнім болмайды деп айтамаймын, бірақ аздау болады. Неге десеңіздер, міне мынау жаңағы айтқанымдай, бір ананы 11 бала жаңағыдай сүтін ішіп жатса, соның қайсысы мықты болуы мүмкін? Әрине, бірінші, екінші балаға жақсы сүт барады. Үшінші балаға сүт нашарлау барады. Сол секілді міне мынау бірінші баласы, мынау екінші баласы деген секілді, қарапайым тілде. Енді осы екеуіне қазір жақсы қорек береді. Енді мына басқа мұрттарда да дәл сондай. Мынау бірінші, мынау екінші. Солай барлық мұртына тамағын жеткізе алады негізі. Өзі Аллах тағала солай жаратқан. Бірақ та бұған жақсылап тамағын беруіміз керек. Калий, кальций, магний, железа деген секілді. Енді олар химикат болып есептеледі. Бірақ химикаттарды дәл қазір ешқандай өнім алып жатқан жоқ кезде берсеңіздер, оның ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын. Енді менің ойым, енді ол жеке пікірім. Осындай уақытта мынау көшетті көбейтіп жатқан кезде кішкене берсеңіздер енді болады. Бірақ таза табиғи тыңайтқыштарды пайдаланамыз біз. Бірақ өткенде кішкене әлсіреп қалған кезде шамалы химикат бердім. Оны жасырмаймын. Кішкене жаңағы железа бердім. Одан кейін тағы да міне қазір көрсете кетейін сіздерге, тағы да бір табиғи тыңайтқыш бердім. Осының әсері өте жақсы болды. Міне биомикс деген, бұны өздеріңіз көргенде шығарсыздар, білетінде шығарсыздар. Алматы қаласынан шығады. Алматы қаласынан тапсырыс беріп, тағы да алдыртып жатырмыз, Құдай қаласа. Бұның қосымша қазір жаңадан шығып жатқан упаковкасында мына жерде плюс калий деп жазылады. Калий, бұның құрамын көрсеңіздер, калий өте көп. 38-35% ба, 38% ба, сондай жоғары калийі. Соны берген кезде бірденнен кәдімгідей білінді. Жапырақтарымыз әдем болып, реңі кіріп, былайша айтқан кезде жағдайы жақсарып қалды. Одан кейін М-бактерия деген бактерия бар, оны да бердік. Аллаға шүкір, нәтиже жақсы. Нәтиже 2 күн, 3 күн деген кезде нәтиже көрінеді. Бірақ енді жаңағыдай айтқанымдай, химикатты осындай кезде берсеңіздер, аздау беру керек, көп беруге болмайды. 1-2 мәрте ғана берсеңіздер болады. Неге десеңіздер, химикатқа қарсымыз. Неге қарсымыз десеңіздер, мына жерді құртады химикаттар. Химикаттар мына жерде өзі майда адамның көзіне көрінбейтін бактериялар болады. Сол микроорганизм дейді, бактериялар. Соларды химикаттар жояды. Оны жойғаннан кейін бұл жердің құнарлылығы азаяды. Мысалға, бұл жерде көзге көрінбейтін қырғын бактериялар бар, және де арасында жүрген шуалшандар бар. Өзіміздің табиғи шуалшандар, местный шуалшан дейді ғой. Сол секілді өзіміздің шуалшандарымыз бар. Соларда мына жердегі қоректі жейді. Мына құлпынайдың қураған жапырақтары түссе де, міне мысалға, осы жапырақтар шірейді. Осы шірігеннен кейін мына жерге ол да тыңайтқыш болады. Аллах тағала өзінің барлық нәрсенің өзінің орнымен жаратып қойған. Жапырақ түссе де, мына жапырақ мысалға үлкен алқаптарда бидайлығын орып болғаннан кейін сабанын алмай өртеп жібереді. Мен ойлайтындығым алдындары, неге өртейді, оны неге малға бермейді, болмаса компост жасамай ма, басқа да нәрселер жасамай ма деп ойлайтындығым. Кейіннен біліп жатырмыз, ол өртенген ағаш болсын, өртенген шөп болсын, оның күлінің өзінде калий, кальций дегендер, сондай Менделеев таблицасының көптеген жаңағыдай
элементтері болады екен. Сондықтан олар да жерді тыңайтады екен. Күлдің өзі сондай мықты ішінде элементтерге бай екен. Мықты жаңағыдай калий, кальций, магний деген секілді көптеген витаминдерге ие екен. Енді оны Аллах тағала өзі солай жаратқан барлығын. Ол әрине табиғи өнім шығаруға өте қажетті нәрсе. Сондықтан алдағы уақытта сондай ағаштарымыздың күлін тастамай, оны да суға араластырып беретін боламыз. Құдай қаласа сіздер де солай жасаңыздар. Оны қалай жасап, қалай араластырып, қанша суға араластырып беретінімізді барлығын алдағы уақытта көрсететін боламыз. Құдай қаласа. Міне қызанақтарымыз гүлдеп жатыр. Міне осындай кішкене ұзақтау бейнеролик болды. Сіздерге пайдасы болады деген ойдамын. Егер осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, өздеріңіздің үлпілдеріңізді басып, және де біздің YouTube арнамызға, TikTok арналарымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.